Кіріспе сабақты тыңдап алсаңыздар, ары қарай кеттік. Біздің бірінші сабақ. Бірінші сабақ жалпы дұрыс сөйлеу үшін бірінші бізге дыбыс аппараттарымыз, яғни мынау кеудеміз, ауыз қуысы барлығы дұрыс жұмыс жасау керек. Осы мақсатта бірінші дұрыс тыныс ала білу керек. Даусың отырып қалмас үшін, көп сөйлеген кезде қиналып қалмас үшін бірінші дыбыс аппараттарын жүйеге ретке келтіру керек. Оның біріншісі ол диафрагмамен тыныс алу, жазып қойыңыздар. Диафрагмамен тыныс алу. Ол дегеніміз, көп адамдар кеудесімен тыныс алады. Олай бізде көп тез шаршап қаласыз. Сондықтан диафрагмамен ішпен, яғни тыныс алу. Деп тыныс алған кезде мына жерден өтіп, бірден ішке бару керек. Бірден ішіңіз томпая қалу керек. Осы жаттығуды қайта жасаймыз. Деп тыныс алып, қайтадан шығарып тастаймыз мұрынмен, одан кейін ауызбен шығарып тастаймыз. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу, қабырғамыз барлығы дыбыс аппаратына жататындықтан, барлығының әсері бар болғандықтан, қабырғаларымыз және мойындарымыз жылжу үшін артқа, екі жаққа қараймыз. Ұзақ уақыт тұрамыз, жерге қарап тұрамыз. Екі жаққа қараймыз, яғни түсінікті ғой, екі жаққа ұзақ уақыт. Мен сіздерге қысқа болу үшін тезірек көрсетіп жатырмын. Өзі сіздер ұзақ уақытқа тұрасыздар. Одан кейін екінші жаттығу кетті, яғни артқа көздің қиығымен мойынды қатты бұрып қарау, жазып қоясыздар. Үшіншісі, ол кинг-конг деп аталады. Яғни кеудедегі мына дірілді пайда қылу. Ол үшін екі қолымызды деп осылай жасаймыз. Бұны 3-4 рет жасасаңыздар жеткілікті. Одан кейін тамақтың қуысының барлығы дыбыс аппараты. Осы тамақтың көбірек ашылғаны ол бізге дұрыс сөйлеуімізге көмектеседі. Сондықтан осыны былайнан ұйқалап шығамыз. Бұны да 6 рет, 7 рет жасауға болады. Одан кейін ерін ол бірден бір дыбысты дұрыс жеткізуге арналған құрал, яғни ол тектен-текке алдыға қарай болған жоқ, себебі дыбыс шашырамай шығу керек. Ерніміз дұрыс жұмыс жасаған кезде, дұрыс қимылдата білген кезде біздің әріптеріміздің де әуезділігі артатын болады. Сондықтан ернімізге арналған жаттығуларды бастайық. Үстінен астынан осылай кішкене тістелейміз, өте қатты тістеп жібермейміз. Сосын жағымызды оңға және солға қисайту арқылы ашамыз. Бұл дискомфортный жаттығулар күлкілі болуы мүмкін, бірақ біз күнделікті жасап жүрсек, біздің дауысымыз әдемі, орнына қойылған және де дұрыс сөйлегенде дыбысымыз ешқандай кедергісіз шығатын болады. Яғни осылай екі жаққа қимылдататын боламыз. Одан кейін тілмен істелетін жаттығуларды келесі жолы берейін. Ең маңызды жаттығуларды бүгін етейік. Сосын мұрнымызда әріптер егер қиналатын болсақ, мұрнымыз дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Егер ыңды айта алмайтын болсақ, ырды айта алмайтын болсақ, онда бізде дыбыс аппаратымыз дұрыс жұмыс жасамайды. Ол үшін көбірек мұрынмен жұмыс жасау керек. М әріпімен мұрынды. Бұл сигнал деп аталатын жаттығу, осыны жасаймыз. Одан кейін журналистердің барлығында көз деген өте көп рөл атқарады. Сол көзге байланысты жаттығулар, қолымызды кішкене басып, жан-жағына былайнан айналдырып шығамыз. Одан кейін бір затты алып соған қараймыз, 1 минут қарап тұрамыз, келесі минут ар жағына қараймыз. 1 минут қарап тұрамыз, келесі минут ар жағына қараймыз. Осы жаттығулар жасаңыздар, және сіздерге бүгін тапсырма кішкене жеңіл болсын. Оңай жаңылтпашты берейін. Бұның техникасы бар, әрбір жаңылтпаштың. Құрықтан құлдырап түстім, сырықтан сылдырап түстім. Құрықтан құлдырап түстім, сырықтан сылдырап түстім. Яғни ернімізді біріншісін құрықтан құлдырап түстім деп айтамыз, алдыға қарата. Екіншісін сырықтан сылдырап түстім деп ерінді керу арқылы айтамыз. Осы тапсырма жақсылап тез айтатын бол, құрықтан құлдырап түстім, сырықтан сылдырап түстім, құрықтан құлдырап түстім, сырықтан сылдырап түстім деп жазып алып, жаттап маған жібересіздер. Асықпай айтып берейін. Құрықтан құлдырап түстім,
сырықтан сылдырап түстім. Осыны жазып алып айтып беретін боласыздар. Сабақ түсінікті деген ойдамын. Қысқартып айтуға тырыстым. Видеоның көлемі ашылмай кетпес үшін. Сіздер бұны көбірек 6-7 рет жасайсыздар. Жақсы, бірінші сабақ аяқталды. Сіздердің тапсырмаларыңызды күтемін.